алып кетіп баратыр екен. Жаңағы жігітті мен танымаймын, аққуа деген бойы қысқа, танымаймын. Сосын жоқ ұят қой мамамның алдынан деп айтқан. Ол мені алып кете берген. Қайтыс болған. Сіз енді не үшін тұрмысқа шықпай жүрсіз? Ондай себептер бар ма сізде? Соны айтып бере аласыз ба? Жалпы тұрмысқа немесе шыққыңыз келе ма? Шыққыңыз келіп жатыр, бірақ та жігіт жолықпай жатыр, білмеймін. Сондай проблемалар бар ма? Осы нәрсені айта кетсеңіз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға, пожалуйста, не айтып жатыр дейді. Түс жору, мезгіл түстері бұл тақырыбымыз, яғни адамның түсіне мезгілдің кіруі, күздің, жаздың, қыстың, қардың, бұршақтың, желдің кіруі не туралы неге болатынын айтатын боламыз. Сіздер поделить етіп, лайк басып, түс жору іздегендерге, мысалы, инстаграмда мынандай нәрсе екен. Инстаграмда түс жору деп іздесең, 4-ші ма менің аккаунтым шығады. Яғни түс жорытушыларға бұл не көрінбейді. Аяғы ауыр келіншек Алла сақтасын дейді. Сақтансын сақтайды ғой Алла. WhatsApp-қа жазыңыздар түстеріңізді. Жігітім анауына, оның бәрі WhatsApp-та жорылатын болады. Міне бір кісіні жортып жатырмыз. Қазір бір жігітпен сөйлесіп жүрмін, таныстым. Артынан 2 ай болып қалмай жүргенде. Әлі кездескен жоқпын. Бұл жерде сіздің тұрмысқа шыққыңыз келетіні бар, яғни немесе шыққыңыз келеді, одан кейін андай нәрсе. Қазіргі сіздің өміріңіз өзіңізге ұнайды, жаңа ата-ана кіріп жатқаны. Мына комфорт дейді ғой, қазір бір жақсы сөз болды, комфорт жизни деп. Вот комфорт жизнинен шыққыңыз келмейді, сондай нәрсе. Яғни нәпсі де бар, енді барлығымызда табиғатта нәпсі бар ғой, нәпсі де бар сізде, потом үйреніп қалған өмір де бар. Яғни сізде мынандай арпалыс болып жатыр да, бірақ сіз тұрмысқа шыққыңыз келеді. Өте қатты шыққыңыз келеді, еще онымен қоса өте қатты шыққыңыз келмейді. Яғни күмән бар. Осы нәрседен көріп жатқан төс бұл. Негізі бұл бейтаныс деген, жігіт деген көп нәрселер. Бірінші себебі осы, екінші себебі ол жерде керінше. Мүлде жігітіңіз жоқ, ешкім жалғыз қалған кезінде де көресің ондай түстерді. Екінші түстеріңізді жазып, үшінші түстеріңізді жазып қойсаңыздар да болады. Түсіңіз аудио не текстпен толық айтыңыз, тек түсіңіз айтыңыз, өміріңіз айтпай қойыңыз. Қажет жерлерін мен өзім сұрап алатын боламын. Сұрақтарыңыз болса WhatsApp-қа жазыңыздар, тояс комментарийға жазыңыздар, түстеріңіз болса WhatsApp-қа жазыңыздар. Мезгіл түстері туралы тақырыпқа қосарларыңызды айта отырыңыздар. Алла жар болсын дейді. Амин, рахмет. Алла сақтасын десе бір Алла жар болсын дейді. Барлықтарыңыздың пейілдеріңізге рахмет. Ақ пейілдеріңізге, ақ жүректеріңізге Алла сіздерден разы болсын. Түс жору исламда бар нәрсе, түстің өмірге қатысы бар нәрсе. Яғни түс тағдырдың өзі емес, тағдырдан былай тағдырды өзгертетін нәрселер болады. Адамның іс-әрекеті тағдырды өзгертеді, ниеті, дұғасы, садақасы тағдырды өзгертеді. Сосын Алланың өзінің қалағаны